Бүгін мен сіздермен нағыз Ташкент пловының рецептімен бөліскім келіп тұр. Осы рецептпен дайындайтын болсаңыздар, күріштеріңіз мүлде езілмей, бір тегіс пісіп шығатын болады. Ең алдымен 200 грамм ноқатымызды жақсылап жуып, орташа отқа қойып қайнатамыз. Бір рет қайнап шыққаннан кейін үстінен 1 шай қасық ас содасын салып, тағы да жарты сағат қайнатамыз. Осы әдістен пайдалансаңыздар, ноқаттарыңыз жұмсақ болып шығады. Барлық заттарын дайындап алып, қазанымызға 2-2,5 ожау май қоямыз. Ең алдымен қатты отта етімізді жақсылап қызартып қуырып аламыз. Пиязымызды да салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Үстінен сәбіз салып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып, орташа отта сәбіздің сулары шығып, жұмсарғанша қуырып аламыз. Үстінен суымызды құямыз. Ноқаттың мейізін саламыз. Қалауыңыз бойынша сарымсақ салсаңыздар да болады. Қайнап шыққаннан кейін дәміне қарай тұзын, зира салып, орташа отта жарты сағат қайнатамыз. Осы орайда ескерте кетейін, көрсетілген мөлшерден артық су қоспаңыздар. Егер суы қатты азайып кететін болса, күріш салып болғаннан кейін кішкене қайнаған су құюларыңызға болады. Зирвак жарты сағат қайнағанша күрішті жақсылап жуып, мұздай суға жібітіп қоямыз. Жарты сағаттан кейін күрішімізді қазанға салып, баяу отта 6 минуттай араластырмай пісіреміз. Сосын тек қана күрішін араластырып, тағы да 6 минут пісіреміз. Сосын күріші кішкене жұмсарғанын сезгеннен кейін шеттерін бәрін бір жерге жинап, кірдің көмегімен араларын тесіп, қақпағын қатты жауып, 20 минут баяу отта пісіреміз. 20 минуттен кейін тексересіздер, күріштер кішкене қатылау болса, тағы да біраз пісіресіздер. Осымен пловымыз дайын болды. Жақсылап араластырып, еттен 4 етіп әдемілеп турап, салатпен ұсына береміз. Видео ұнаған болса лайк басып, маған тіркеліп алыңыздар. Парақшам пайдалы.